Сәлем достар, сіздермен Нұрдос Нью әлемдегі ең қорқынышты әрі әлі күнге дейін толық шешілмеген шынайы оқиғаның бірін айтқым келіп отыр. 1959 жылдың қысы болатын. Кеңес одағында 9 тәжірибелі турист және альпинист болған. Олар солтүстік Орал тауларына жорыққа аттанады. Топ жетекшісі Игорь Дятлов. Олардың мақсаты күрделі тау бағытын бағындыру болатын. Топ мүшелерінің барлығы тәжірибелі, дені сау және суық ауа райына жақсы дайындалған еді. Қаңтардың соңында олар тауға көтеріліп, соңғы рет туыстарына хат жібереді. Содан кейін байланыс үзіледі. Алғашында ешкім алаңдамайды. Өйткені мұндай жорықтарда байланыс бірнеше күнге дейін жоғалып кетуі қалыпты жағдай еді. Бірақ белгіленген уақыттан бірнеше апта өткен соң да топ оралмайды. Іздеу жұмыстары басталады. Әскерилер, құтқарушылар, еріктілер тауларды шарлап кетеді. Бірнеше күннен кейін олар топтың шатырын табады. Бірақ көргендері бәрін таңғалдырады. Шатыр бос тұрған. Ең қорқыныштысы, шатырдың қабырғалары ішкі жағынан пышақпен кесілген еді. Яғни туристер есіктен емес, шатырды жарып шыққан. Олар неге бұлай істеді? Одан да қорқыныштысы, сыртта табылған іздер. Іздерге қарағанда адамдар шатырдан аяқ киімсіз немесе жартылай киінген күйде шығып кеткен. Ал сырттағы температура шамамен -30 градустай болған. Құтқарушылар орман жақтан алғашқы 2 адамның денесін табады. Олар от жағуға тырысқан сияқты көрінді, бірақ қатты суықтан қайтыс болып кеткен. Кейін тағы бірнеше адамның денесі табылады. Ал соңғы 4 адамның денесі тек көктемде қар ергеннен кейін ғана табылған. Олардың кейбір жарақаттары мамандарды таңғалдырды. Бір адамның қабырғалары қатты сынған, тағы біреуінің бас сүйегі ауыр зақым алған, біреуі сыртқы жарақаттар өте аз болған. Сарапшылар мұндай күшті жарақаттарды автокөлік апатымен салыстырған. Бір қыздың тілі жоқ болып шыққан. Бұл факт кейіннен көптеген аңыздардың тууына себеп болды. Тергеу барысында ондаған болжам ұсынылды. Кейбіреулер қар көшкінші болды деген. Басқалар әскери сынақтардың куәсі болған шығар деп ойлаған. Тіпті белгісіз ұшатын нысандар туралы теориялар да пайда болады. Себебі сол кезеңде аймақта аспандағы түсініксіз жарықтарды көрген куәгерлер болған. Кеңес билігі істі жауып, нақты жауап бермеді. Оқиға орнына кейіннен Дятлов пас деп атала бастады. Ондаған жылдар бойы адамдар не болғанын анықтауға тырысты. 2020 жылдары ресми зерттеулер қар көшкініне негізгі себеп болуы мүмкін деген қорытынды ұсынды. Бірақ көптеген зерттеушілер кейбір сұрақтардың әлі де жауапсыз қалғанын айтады. Мысалы, неліктен тәжірибелі туристер шатырды ішінен кесіп шықты? Неге олар жылы киімдерін алмады? Неліктен әртүрлі бағытқа бөлініп кеткен? Кейбір жарақаттар қалай пайда болды? Бүгінгі күнге дейін бұл оқиға әлемдегі ең танымал жұмбақтарының бірі болып саналады. Тауға барған адамдардың көбі түнде сол жердің ерекше тыныштығы мен қорқынышты атмосферасы туралы айтады. Ал 1959 жылғы сол бір суық түнде 9 туристің нақты не көргенін, немесе неден қорыққанын ешкім білмейді. Сондықтан Дятлов оқиғасы тарихтағы ең жұмбақ әрі ең қорқынышты шынайы оқиғалардың бірі болып қала береді. Достар, каналыма тіркеліп, бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрдос Нью. Келесіде бұдан да керемет оқиғаларды айтатын боламын. Сау болыңыздар.